4-ші практикалық сабақ Оғызнаме дастаны. Жоспары: Оғызнама дастаны, дастандағы мәліметтер, Оғызнаме дастанының ерекшелігі және қорытынды. Оғызнаме дастаны. Оғызнаме түрік халықтарының ежелгі шежіресін генеалогиялық аңыздар негізінде баяндайтын эпостық дастан. Шығарма алғаш ауызша туындап, бертін келе қағазға түсірілген. Оғызнаманың екі нұсқасы бар. Бірі көне ұйғыр әрпімен 13-14 ғасырларда көшірілген, Париждің ұлттық кітапханасында сақтаулы. Оның көлемі небәрі 42 бет, әр беті 9 жолдан тұрады. Бұл нұсқаны алғаш рет Радулф орыс тіліне аударған. Кейін Щербак тілдік тұрғыдан зерттеп, ғылыми түсініктерін жаза отырып, қайта аударған. Ол қолжазбаны түп нұсқа деп танымай, оның көшірмесі деген пікірге келген. Екіншісі араб әрпімен жазылған. Тарихшы Хиуа ханы Әбілғазы нұсқасы. Әбілғазыдан мұраға қалған екі еңбек бар. Бірі Шежіре-и Тарихима, түркмен шежіресі. Екіншісі Шежіре-и түрк шежіресі. Екі шығармада Оғыз батырдың ерлік жорылықтары, ұрпақтарының игілікті істері, Оғыз тайпаларының шығу тегі, тұрмыс тіршілігі, әдет ғұрпы жайлы жазылған. Дастандағы мәліметтер. Біріншісі тарихи негізі бар, бірақ бізге аңыз күйінде жеткен. Яғни Оғыз тайпаларының көшіп қонуы, қоғамдық әлеуметтік өмірі туралы деректер. Оғыз түркмен эпосына негізделген. Оғыз бен оның ұрпақтарының жорықтары туралы аңыздар. Және үшіншісі Оғыз елінің көрші тайпалармен, тайпа бірлестіктерімен қарым-қатынасы жайлы аңыздар деген топтарға бөлуге болады. Оғызнаме дастанының ерекшеліктері. Оғызнаме Оғыз қағанның ата тегін, өмір жолын, күресін баяндайтын мифтік сюжеттегі ерлік жырға жатады. Жыр негізі екі бөлімнен тұрады. Оғыздың өсуі, билікке келуі және жорықтары мен соғыстары. Алғашқы бөлім шығарманың халық аңызы мен ертедегі мифтерге сәйкес екендігін аңғартса, соңғы бөлімнен тарихи деректердің кейбір елесі көрінеді. Шығармада аты аталатын жер, тайпа, мемлекет аттары шындыққа жанасады. Оғызнаменің негізгі идеясы бүкіл түрік елін бірлікке шығару, достық пен адамгершілікке үндеу, сыртқы жауға қарсы күреске шақыру болып табылады. Дастанның оқиға желісі ақиқат пен аңызға бірдей негізделген. Мұндағы мәліметтерді ғалымдар екі топқа бөліп қарастырады. Біріншісі Оғыз түркмен эпосына негізделген деректер, екіншісі тарихи тұрғыдан реалдық негізі бар, бірақ бізге аңыз күйінде жеткен мәліметтер болып табылады. Қорытындылай келе, Оғызнаме тарихи әрі әдеби ескерткіш. Онда түркі халықтарының көптеген аңыз әңгімелері көрініс тапқан. Оғыз төңірегіндегі Қыпшақбек, Қалаш, Қаңғалық, Қаңлық, Қарлық, Сақтап тәрізді есімдердің қазақ ру тайпа атауларымен сәйкестігі дастанның қазақ ертегілерімен, эпостық жырлармен этностық жағынан жақындығын айқындай түседі. Оғызнаме аса маңызды тарихи шығарма ғана емес, сонымен бірге ол ғажайып әдеби ескерткіш болып табылады. Мұнда түркі халықтарының көптеген аңыз әңгімелері, өлең жырлары, қанатты сөздері, мақал-мәтелдері өзінің көркемдік көрінісін тапқан деуге болады. Ендігі кезек тапсырмаларда. Кім жылдам ойнайық? Сұрақтарға жауап беріңіз. Оғызнаме қандай дастан? Екінші сұрақ: Оғызнаменің қанша нұсқасы бар және не туралы баяндалған? Үшінші сұрақ: наме сөзі парсы тілінде қандай мағына береді? Төртінші сұрақ: Оғызнаме дастанын зерттеуге ат салысқан зерттеушілерді атаңыз. Келесі екінші тапсырма өзіндік жұмыс. Оғызнаме қандай шығарма? 4 жауаптың біреуін белгілеңіздер. Екінші сұрақ: Оғызнаме дастанында кімнің өмірі және ерліктері баяндалады? Үшінші сұрақ: Оғызнаме қай халықтың эпосы? Келесі: Оғыз қағанның 3 үлкен ұлының аты кім? Бесінші сұрақ: Оғызнаме қандай жазу үлгісінде сақталған? Алтыншы сұрақ: Оғызнаме шығармасы қай кезеңде жазылған? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.